Қазақстан, Венгрия. Бұл екі елді ғасырлар қойнауынан бастау алатын тарихи тамыр байланыстырады. Осы орайда 200 мыңға жуық мажар өзін дала қыпшақтарының ұрпағы санайды. Олардың қатарында Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан да бар. Виктор Орбан 2023 жылдың күзінде Қазақстанға ресми сапармен келген кезде ата жұртқа оралу әрдайым керемет сезім сыйлайды деген еді. Елдердің әртүрлі деңгейдегі екі жақты қарым-қатынасы 30 жылдан астам уақыттан бері тұрақты дамып келеді. Между Казахстаном и Венгрией. Қазақстан мен Венгрия арасында тамыры терең ынтымақтастық орнаған. Еліміз тәуелсіздігін жариялап, Венгриядағы саяси режим ауысқаннан кейін бұл байланыстардың жаңа кезеңі басталғанын айта кеткен жөн. Соңғы 30 жыл бойы қарым-қатынасымыз қарқынды дамып келеді. В последних 30 лет эти отношения очень динамично развивались. 2022 жылы елдер арасындағы тауар айналымы өсіп, 170 миллион долларға дейін жетті. Венгрияның дәрі-дәрмектері импорттың негізгі бөлігін құрайды. Жыл сайын шамамен 30 миллион долларды құрайтын сомаға аталмыш мемлекеттің фармацевтикалық компанияларынан өнім тасымалданады. Осы орайда Венгриядан әкелетін тауарлардың қазақстандық экспортын біршама көп болып отырғанын айта кеткен жөн. Орбан мырзаның Астанаға ресми сапарынан кейін мажарлар еліне экспортты 700 миллионға дейін арттыру мәселесі көтерілді. Бұл межеге жету үкімет, кеңес, комиссия және елшілердің екі жақты жұмысына байланысты болады. Конечно, вот любой посол, который работает в Казахстане. Әрине, Қазақстанға дипломатиялық миссиямен келген елшілердің мүддесі бір. Ол екі елдің ынтымақтастығын нығайту. Барлық саладағы байланыстарын жетілдіру. Осы орайда Венгрия мен Қазақстан арасында қарым-қатынастың әлеуеті зор екенін айта кеткен жөн. Оған мықты саяси негіз бар. Наши двусторонние отношения, эти отношения имеют невероятно хороший политический, имеют хорошую политическую основу. Ну, конечно, это недостаточно. Сонымен қатар экономикалық секторды дамыту жағын назарда ұстаған жөн. Әрине, мен өзіме 100% көңілім толады десем дұрыс емес шығар. Өйткені тарихи тамыры бір екі елдің арасындағы ынтымақтастықты әлі де дамыту қажет екенін түсінемін. Және сол жолда еңбек етемін. Жоғары деңгейдегі кездесудің нәтижесі туралы сөз қозғасақ, алдағы уақытта ортақ инвестициялық жобаларды жаңарту және кеңейту жұмыстары басталады. Венгрия соңғы 20 жыл ішінде біздің экономикамызға 330 миллион доллардан астам қаржы құйды. Бұл ретте мажар кәсіпкерлері аталмыш соманы 2 есеге көбейтіп, күн электр станцияларының құрылысына 150 миллион доллар, сондай-ақ ірі газ конденсатты кен орнына 200 миллион инвестиция салуды жоспарлап отыр. Я всегда говорю, что Казахстан это страна возможностей. Қазақстан мүмкіндіктер елі деп үнемі айтып отырамын. Оны бизнесмендер тек әлеуметтік желіден оқып, естіп қана қоймай, өздері осында келіп көз жеткізу керек. Постоянно с физическим присутствием помочь в установлении двусторонних бизнес-контактов. Очень важно. Бұл екі жақты байланысты нығайтуға жол ашады. Адамдар бір-бірімен танысса, пікір алмасса, ойларын ашық айтса деймін. Сонда елдер арасындағы кәсіпкерлік ынтымақтастықта дамиды. Познание друг друга играет огромнейшую роль. Географиялық жағынан бір-бірінен алшақ орналасуы экономикалық байланыстардың даму қарқынына кедергі келтіріп отырған жоқ. Керісінше, бұл Венгрия мен Қазақстанның арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға зор мүмкіндік беруде. Венгрия является членом Европейского Союза. Венгрия является членом Шенгенской зоны. Венгрия Еуропа одағының, нақтырақ айтсақ, Шенген аймағының мүшесі. Сонымен қатар бұл ел орталық және шығыс Еуропадағы ең маңызды сауда-экономикалық серіктестеріміздің бірі. Сондықтан мажар ел арқылы бүкіл Еуроодақпен қарым-қатынас орнатуға мүмкіндігіміз бар. Страны Центральной Азии интересны Венгрии как ключевой регион Центральной Азии. Осы орайда Венгрия Қазақстанды орталық Азиядағы табиғи қорларға бай, шығыс пен батысты, Қытай мен Азияны басқа елдерді байланыстырушы ел ретінде біледі. Китай и другие страны Азии. Энергетика, көлік, логистика, металлургия, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, фармацевтика, азық-түлік, туризм
білім беру. Бұл Венгрия мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастықта нығайтатын салалар. Бұл тамыры терең тарихқа және қазіргі күнге ортақ мүддеге негізделген байланыстар.